Сәлем достар, қалайсыздар? Еркелерге ертегі каналында бүгін тағы да су жаңа ертегі. Сонымен дайынсыздар ма? Бұл ертегі ормандағы екі аю туралы. Бірде орманда екі аю бір-бірімен дос болыпты. Біреуінің түсі көк, біреуінің түсі қызыл деседі. Екі аю орманда жүріп бір-біріне былай депті: Қызыл аю, сен барып, ана жерде тәтті жидектер бар ма, қарап келсеңші. Сен келгенше мен екеуміз ойнайтын жерді күзетіп, ешкімге бермей отырамын. Жарай ма? Дейді көк аю. Қызыл аю: әрине көк аю, тәтті жидектер қайда өсіп тұрғанын көріп келейін. Сосын тауып алсам, екеуміз бірге барып жейміз ғой, дейді. Көк аю үлкен аршаның астында қызыл аюды күтіп отырады екен. Қызыл аю болса шаршап, шалдығып, орманның ішінен тәтті жидек бар жерді іздеп тауып, көк аюға келіп айтады екен. Сосын көк аю: ой, қызыл аю, жарайсың, жүр бірге барып жидек жеп тойып қайтайық, сосын осы жерде ойнаймыз, дейді. Екеуі жидекке бірге барып, қарындарын тойдырып келіп, ойнайтын жерінде тағда кездескенде көк аю айтады: қызыл аю, мен бір түрлі балық жегім келіп тұр. Мүмкін сен осы орманның жанынан бір өзен, көл бар ма? Көріп келерсің, ал мен осы жерде сені күтейін, дейді. Әйтпесе екеуміз ойнайтын жерді біреулер алып алу мүмкін ғой, дейді. Қызыл аю әдеттегідей: жарайды досым, осы жерде өзен, көл бар ма, жоқ па, көріп келейін деп, орманның айналасын аралап, көлі бар жерді тауып алып, досына келеді. Шаршап, шалдығып: көк аю, әрең дегенде бір көл таптым. Ішінде балығы көп екен. Жүр барып, жеп, қарнымызды тойдырып алайық, дейді. Қос аю көлге барып, қарындарын тойдырып алып, қайтадан өздерінің ойнайтын жеріне келіп, асыр сап ойнайды. Бір күні көк аю отырып, қызыл аю, сен осы кез келген нәрсені жақсы іздеп табасың. Менің бал жегім келіп тұр. Тәттіні сен де жақсы көресің ғой. Осы жерде аралардың бір ұясы ма, бір нәрсе бар ма екен? Бал жейікші. Сен іздеп кел, ал мен отыра тұрайын, дейді. Қызыл аю әдеттегідей: жарайды досым, мен де балды жақсы көрем ғой, барып көріп келейін, дейді. Бірақ осы жолы балалар қызыл аю түн болғанға шейін келмепті. Келесі күні де көк аю ойнайтын жеріне келіп, қызыл аюды күтсе, қызыл аю әлі де жоқ. Бұған не болды екен деп, көк аю ағаштың түбінде ұзақ күтеді. Содан не болды дейсіздер ғой балалар? Біздің қызыл аю бал іздеп жүргенде өзге аюлармен кездесіп қалады. Олар айтады: ой, қызыл аю, сен не қып жүрсің, дейді. Менің көк аю досым бал іздеуге жіберді. Үнемі солай істейді, сосын өзі күтіп отырады, дейді. Оған аюлар: ой, сен қайтесің ол үшін іздеп? Жүр, бірге іздейміз, жолда бірге ойнаймыз, үнемі бірге жүреміз, деп оған қызыл аюға айтады. Қызыл аю қуанып: қандай жақсысыздар, тамақты да, ойнайтын жерді де бірге іздейсіздер. Ал көк аю мүлде олай емес, мені үнемі жұмсап қоя береді, дейді. Сөйтіп қызыл аю көк аю досын ұмытып, жаңа достар тауып алады. Бір жағынан ренжиді:
расымен де мені үнемі жұмсай береді, өзі бірге бармайды, өзі еш нәрсе таппайды, қарны ашса да мен неге баруым керек екен деп ойланады. Ал біздің көк аю 3 күн қызыл дос аюды күтіп әбден қарны ашады. Не істерін білмей, енді мен сапарға шығайын, балық болса балық, басқа азық түрі болса басқа азық, жеміс болса жеміс, жолда не бар соны көрейін дейді. Сөйтіп келе жатса, өзінің бұрынғы досы қызыл аюды көреді. Қызыл аю жүгіріп барып, көк аю, қалай, әбден қарның ашты ма? Ренжімеші, мен басқа жаңа достармен бірге ойнап жүрмін, әрі біз бірге тамақ іздейміз, олармен сондай көңілді дейді. Көк аю болса жылап, менің әбден қарным ашты ғой, 3 күн түк жемедім, сені күтіп шаршадым дейді. Бұны көрген өзге аюлар, ай, көк аю, бұның болмайды. Егер бізбен дос болам десең, азықты да, балықты да, тіпті сүйікті жемісің мен балды да бізбен бірге іздеп, бізбен бірге жүретін боласың. Достықтың ең маңызды тұсы осы, қиындықты да және олжаны да бірге бөлісуіміз керек дейді. Осыдан кейін біздің көк аю достарын жұмсауды ұмытып, өзі бірге солармен азық іздеуге де, жеміс теруге де, бал жеуге де асығып баратын болыпты. Мінекей достар, сіздер де біреуді жұмсап қойып, өздеріңіз, осы досым жақсы айтқанымды тыңдайды деп, үнемі біреуді жұмсауды әдетке айналдырмаңыздар. Осымен ертегіміз аяқталды. Лайк басып, комментарий жазыңыздар және достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар.